Соңғы уақыттары ең көп көрген контенттеріңіз қандай, естеріңізге түсіріңіздерші. Көпшілігіміздік сол Бишімбаевтың сот отырысынан репортаждар, сол соттан посттар, сол посттың астына азаматтық пікірімізді білдіру болып шығып жатса, мен таң қалмаймын. Сот отырысын көрейік, пікірімізді білдірейік, онда тұрған ешқандай проблема жоқ деп ойлаймын. Бірақ сол сағаттап сот отырысын көрген кезде не ой түйдік, өзімізге не ақпарат жинадық пайдалы. Жай ғана Бишімбаевты балағаттау, қарғап сілеу болып қалана қалса, ол сағаттарымыз соны көруге кеткен, босқа кеткен уақыттар ғана болып қалып жүрмесін деген ой ғой. Біздің фокусымызға, біздің назарымызға, біздің ықыласымызға ең мұқтаж адамдар ол біздің балаларымыз, ол біздің отбасымыз. Сол сот отырысынан алған бір инсайттарымызды өзіміздің балаларымыз Бишімбаев сияқтылар болып қалмау үшін, өзіміздің қыздарымыз сол Бишімбаев сияқтыларға жем болмау үшін дұрыс мақсатта пайдалана алмасақ, сағаттап көрген соттарымыздан ешқандай пайда жоқ деп ойлаймын.